очередьқа тұрмайды дейсіңдер. Тұрып атады. Тұрмайды емес, тұрып жатыр. Неге 20 күн, 21 күн өтті, міне әлі күнге шейін очередьқа тұрмаған? Неге сол кезде сразу айтпады? Көріп отырсыңдар, 80 жастағы апа отырғаныншы. 80 жастағы апамыз тұр. Қара, қазір өтінім береді, өтінім берген кейін тексеріс жүргізіледі. Егер де тексеріс толық бітпесе, біз кезекке қоймаймыз. Әлібек, мен түсініп тұрмын бәрін. Мен түсініп тұрмын. Айтшы. Өтінім берді, міне результаты проверки шығып тұр нәрсе. Значит, государственная база данных регистр недвижимости проверкасы әлі аяғына дейін біткен жоқ. Сол себепті кезекке біз газ қоя алмаймыз. Ертең ол кісінің атынан может үй шығып қалады. Сол үшін мен мынандай справка сұрадым. Атында үй жоқ болса, пожалуйста, осы справканы тіркейміз де, қазір қоя саламыз. Әлібек, енді мен айтайын, тыңда, я? Мен өзімде үй кезегіне тұрған адаммын. Маған ең бірінші ескерткені осындай документті, об отсутствии жилья. Мен сенен бірінші очередь сұрадым. Об отсутствии жилья керек па? Керек емес дедің. Қазір қазір керек емес дедің. Апаны кел отырғыздым. 80 жастағы кісі хабарласты. Басыма бір баспана болсын деп. А сендер не істедіңдер? Отырғыздыңдар. 19 күннен кейін сендер ответін беріп отырсыңдар да, имущество жоқ дейтін документ алып кеп беріш дейсіңдер. 80 жастағы апаны 80 рет домаландырайын деп атсыңдар ма, мына жақта айтындаршы. Сендерге үй кезегіне тұру үшін сонда мына жақта қону керек па, әкімшілікте айтындаршы соны. Неге сендер халыққа дұрыстап қызмет етпейсіңдер? Бір рет келді, мынандай документ сендерге керек, болды, басқа ештеңе керек емес деп, бірақ сөзбен шығарып тастамайсың. Тексерісі бітпей тұр. Домаландырып жүгірте бермей. 80-дегі апа ғой, 80-дегі апа. Енді күтіп отыр ғой, біз де күтіп отырмыз. Бәріміз соны күтіп отырмыз, бір баспанасы болсыншы деп. Сендердікі заңды ма? Мен сендерге заңсыз ештеңке жаса деп тұрған жоқпын. Мен сендерге айтып отырмын, келді апа, жоқ, міне үйіңіз жоқ, 5 жылға дейін болмаған документіңізді алып келіңіз, ананың документіңізді алып келіңіз. Бәрі бір ауыздан болатын жағдай ғой. Оның барлығы электронды жүзеге. Енді қазір именно электронны отсутствиеді алып кеп берсін деп тұр ма? Электронный об отсутствии емес, электронный база бар өзі. Бізде интеграция жасалған кезекте базасымен бірге. Олар бір-біріне запрос жасайды да, сол информацияны алады. Именно осы документ жоқ, иә? Сосын бізге шығарып береді, таза кезекке қоюға болады деп. Содан кейін барып біз кезекке қойыламыз. Әлібек, сен өз сөзіне өзің қарсы тұрып атқан жоқсың ба? Электронном виде деп өзін айтып тұрсың да, енді документальном виде өзің қайттан сұрап атқаның? Енді сверхсрока, егер тексеріс бітпей жатқан жағдайда айтып отырмын саған. Осындай атында жоқ деген справканы алып, біз ары қарай қоя саламыз. Қоя аламыз. Қоя. Бұны Айбекке барасың. Ана жолғы тұрған адамға ма? Как раз сол бала керек еді маған. Неге айтпадыңыздар, сол кезде? 19 күннен кейін келіп айтып отырсыңдар, имущество жоқ деген қағазды алып келіңдер деп, электронном виде деп отырсыңдар, енді на документті не сұрап атсыңдар? Қойыңыз. Анан. Бізде жаңағы осы кезекте базасы бар ше. Сол алатта, соның базасы, налоговыйдың базасымен бірге болады. Сол база бойынша бәрі шығып тұрады. Инада соның базасы түсмей қалады да, бізде шықпай қалады. Сонда біз звондап айтамыз, мынандай документ керек. Сендер звондап айтқан жоқсыңдар, мен сендер қылқылдап қандарын ішіп атқан соң ғана келіп отырмын мына жаққа. Өтірік сөйлемей-ақ қойыңыздар сіздер, Сендердің алдарына жас адам келген жоқ. Сендердің де шешелерім бар, апаларым бар, домаландырып жүре бересіңдер ма сөйтіп? Отырсыңдар ма мемлекеттік орында? Бір-ақ рет жүгіртіңдер адамды, 99 рет жүгіртпей. Не үшін отырсыңдар ана орындықта? Халыққа қызмет жасау үшін отырсыңдар. Тіркеңіз ана документті енді.